Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сонымен бүгін сіздермен бірге етістіктің тағы бір жағына тоқталатын боламыз. Бұл present perfect жағы. Present perfect жағын бүгін сіздермен толығымен өтеміз. Оның қашан қолданылатынын, қалай жасалатындығын толығымен ақпарат беретін боламыз. Сонымен бастайық. Қараңыздар. Present perfect жағы қазақ тіліне аяқталған осы шақ деп аударылады. Present дегеніміз осы шақ, perfect аяқталған. Present perfect жағы негізінен іс-әрекет өткен шақта болған, бірақ қазіргі шақпен байланысты, яғни бұрынғы шақта өткен шақта болған іс-әрекет, бірақ қазіргі шақпен байланысы бар істерді сипаттау үшін біз present perfect жағын қолданамыз. Қараңыздар, не үшін қолданамыз? Яғни өткен шақта нақты қашан болғаны маңызды емес, бірақ өткен шақта болған іс-әрекет қазіргі шақтағы нәтижесі, результаты маңызды. Мысал түсіндірген кезде жақсырақ түсінікті болады. I have lost my keys. Мен кілтімді жоғалттым. Бұл өткен шақта болды, бұл бір ай бұрын, 2 ай бұрын, бір күн болуы мүмкін. Ол маңызды емес. Маңыздысы қазіргі сәттегі біздің қолымызда кілтіміздің жоқтығы. Түсінікті, I have lost my key. Менің кілтімнің жоғалтып алғаны, яғни нәтижесі, результаты маңызды. Осыны айту үшін біз present perfect жағын қолданамыз. Енді қараймыз, ол қалай жасалынады. Present perfect жағын жасау үшін біздер have және has деген көмек жетістіктерге етістіктің үшінші формасын қосамыз. Енді әрқайсысына жеке тоқталайық. Have деген көмек жетістікті біз I, we, you, they деген сөздермен бірге қолданамыз. Мысалы, I have been, we have, you have, they have деп. Ал үшінші шақта жекеше түрде біз he, she, it өттіге бұрында бұған біз has деген көмек жетістікті қолданамыз. Яғни he has, she has, it has. Келесі. Енді verb third form, етістіктің үшінші формасы дегеніміз не? Біз білеміз, етістіктің екі түрі болады. Дұрыс етістік және бұрыс етістік. Дұрыс етістіктер олар өзгертілмейді. Үшінші формасында оларға тек біз ed немесе d жалғауын жалғай саламыз. Яғни дұрыс етістік болса, оған ed жалғауын жалғаған кезде ол етістіктің үшінші формасын береді. Бірақ егер етістік бұрыс болса, ережеге бағынбайтын, онда біз оның тізімін жаттап аламыз. Яғни тізімін жаттап етістік үшке бөлінеді. Соның үшінші бағанында тұрған етістіктің формасын қолданамыз. Енді қарайық. Мысалға, do деген жасау деген мағынаны білдіретін етістік. Бұл осы шақтағы бірінші формасы, бұрыс етістік. Ережеге бағынбайтын етістік. Екінші өткен шақта біз did деп қолданамыз. Онда үшінші формасы оның done. Яғни осы етістіктің үш түрлі формасын көрсететін тізім бар. Осы видеоның соңынан таба аласыздар. Сол тізімді жаттап алу керек. Біз present perfect жағында осы тізімдегі үшінші бағанда тұрған етістікті қолданамыз. Келесі мысалға, I have done, мен жасап болдым. Қараңыздар, бұл жерде бірінші бізде зат есім тұр, одан кейін have деген көмек жетістік тұр, одан кейін етістіктің үшінші формасы түсінікті. Үшінші жақта біз he has done немесе she has done деп қолданамыз. Яғни he, she жекеше түрде үшінші жақта біз has деген көмек жетістікті қолданамыз. Енді сұраулы сөйлемге көшейік. Present perfect жағында сұраулы сөйлем жасау үшін біз жаңа have пен has деген көмек жетістіктерді сөйлемнің алдыңғы жағына шығарамыз. Мысалы, have I done, мен аяқтадым ба? Have we done, біз аяқтадық па? Have you done, сендер аяқтадыңдар ма? Have they done, олар аяқтады ма, немесе жасады ма деп аударылады. Келесі, has she done, has he done, has it done, ол аяқтады ма деп аударылады. Келесі, болымсыз сөйлем жасау өте оңай. Жаңа көмек жетістіктің қасына not деген сөзді жалғай саламыз. Мысалға, I have not read, мен оқымадым. We have not read, біз оқымадық. They have not read, олар оқымады. Немесе he has not read, she hasn't read, it hasn't read. Жалғастырамыз. Енді ең маңызды бөлімге көшейік. Present perfect жағын қашан қолданамыз? Оны қолданудың бірнеше ережесі бар. Бірінші ережесі, яғни результатты айту үшін, result деген, яғни нәтиже. Мысалы, I have cleaned my shoes, мен аяқ киімімді тазаладым. Яғни результат қазір мен аяқ киімім таза. Түсінікті? Яғни мен аяқ киімім қазір таза, мен оны кеше немесе 1 сағат бұрын тазалау мүмкін, ол маңызды емес. Бізге маңыздысы оның результаты, аяқ киіміміздің таза екендігі. Немесе someone has broken the window, біреу терезені сындырып кетіпті. Ол қашан сындырғаны маңызды емес, бұл өткен шақта болған іс-әрекет екені белгілі, бірақ бізге маңыздысы результат. Someone, яғни терезені біреу сындырып кетті. Келесі, I can't find my phone, somebody has taken it.
мен телефонды таба алмай жатырмын, біреу оны алып кетті. Яғни оны қашан алып кеткенін білмейміз, бірақ дәл қазіргі кезде мен телефон жоқ екенін көріп тұрмыз, результат көзіміздің алдымызда бар. Яғни оны біреу алып кеткендігін результат ретінде көріп тұрмыз. Түсінікті, Келесі, екінші жағдай, біз өзіміздің тәжірибеміз туралы айтқан кезде біз present perfect жағын қолданамыз. Мысалға, яғни бізде бір нәрсені жасағанымызды немесе жасамағанымызды айту үшін. Мысалы, I have never seen a kangaroo. Мен ешқашан кенгуруды көрген жоқпын. Яғни мен тәжірибемде кенгуруды көру болған жоқ. Соны айту үшін біз present perfect жағын қолданамыз. Present perfect. I have never seen a kangaroo. Мен ешқашан кенгуруды көрген жоқпын. Немесе I have been in 5 foreign countries. Мен 5 шет елде болып келдім. Результат, менің тәжірибем бар осындай. I have been. Мен болдым деп айту үшін біз present perfect жағын қолданамыз. Келесі, time markers, present perfect жағында қолданылатын уақытты білдіретін істеулерге көшейік. Бірінші істеу бізде ever деген істеу, ол әрқашан сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Мен оны бір рет болса да деп аудардым. Яғни орыс тіліне аудармасы ол когда-либо, қашан бір рет болса да, қашан болса да немесе мысалдаға тоқталайық. Have you ever been in the USA? Сен бір рет болса да Америкада болып көрдің бе? Немесе have you ever seen a crocodile? Сен бір рет болса да крокодилді көрдің бе? Немесе have you ever eaten Chinese food? Сен бір рет болса да Қытайдың тамағын жеп көрдің бе? Деп сұрау үшін біз ever деген сұраулы сөзді қолданамыз. Яғни бұл тек қана сұраулы сөйлемде ғана қолданылады. Келесі екінші time marker бізде never, ешқашан. Бұл болымсыз сөйлемде қолданылады. Қараңыздар. I have never been in Italy. Мен ешқашан Италияда болған жоқпын. I have never seen an ocean. Мен ешқашан мұхитты көрмедім. Түсінікті, never дегеніміз ешқашан деген мағынаны білдіреді. Келесі already. Already дегеніміз қазақ тілінде аудармасын таба алмадым, кешірім сұраймын. Орыс тіліне уже деп аударылады. Бір нәрсе уже болып қойды деп айту үшін. Мысалға, he has already been to Tokyo. Ол Токиода уже болып қойды деп айту үшін біз already деген сөйлемді қолданамыз. Біз бұны хабарлы сөйлемде және сұраулы сөйлемде де қолдана аламыз. Мысалға, have you already written to him? Сен оған уже жазып қойдың ба? Деп сұрау үшін. Түсінікті, Келесі, yet. Yet дегеніміз әлі деп аударылады. Қазақ тілінде біз бұл көмекші сөзді болымсыз сөйлемде және сұраулы сөйлемде ғана қолданамыз. Мысалға, I haven't visited the library yet. Мен кітапхананы әлі барған жоқпын. Мен әлі кітапханаға барған жоқпын. Түсінікті, Has he arrived yet? Ол әлі келмеді ме? Яғни болымсыз сөйлемде қолданып тұрмыз, әлі деген мағынада, және сұраулы сөйлемде қолданып тұрмыз. Сонымен біз бүгін present perfect жағын аяқтадық. Қайтадан бір рет қайталап шығайық. Сонымен бүгінгі өткен тақырыпты бір рет қайталап шығайық қысқа түрде. Present perfect жағы қазақ тіліне аяқталған осы шақ деп аударылады. Present perfect жағын біздер өткен шақта болған іс-әрекет, бірақ бізге қазіргі шақта осы шақтағы результаты маңызды іс-әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Present perfect жағын жасаудың жолы бізде have, has деген екі көмекші етістікке етістіктің үшінші формасын қосамыз. Have-ті біз I, we, you, they деген сөздермен қолданамыз. Has-ті he, she, it пен қолданамыз. Келесі, етістіктің үшінші жағы егер ол дұрыс етістік болса оған ed жалғаймыз, ал бұрыс етістік болса оны тізімнен қарап таба аламыз. Келесі мысалға do, did, done, яғни біз present perfect жағында оның үшінші формасын done'ды қолданамыз. Келесі, сұраулы сөйлем жасаған кезде көмекші етістіктерді сөйлемнің алдыңғы бөліміне шығарамыз. Мысалға have I done, has she done. Келесі, болымсыз сөйлем жасау үшін көмекші етістіктердің қасына not деген сөзді қосамыз. Мысалға I have not read, мен оқыған жоқпын, немесе he has not read, ол оқыған жоқ. Present perfect'ті қолданудың екі негізгі ережесі бар. Ол бірінші result, яғни біз бір нәрсенің нәтижесі туралы айтқымыз келген кезде. Мысалға I have cleaned my shoes, мен аяқ киімді тазалап қойдым, яғни результат бойынша менің аяқ киімім қазір таза болып тұр. Екінші жағдай experience, өзіміздің тәжірибеміз туралы айтқымыз келген кезде. Мысалға I have never seen a kangaroo, мен ешқашан кенгуруды көрген жоқпын, менің тәжірибемде ол болған жоқ, немесе болды деп айту үшін. Мысалға
I have been in 5 foreign countries. Мен 5 шетелдік мемлекетте болдым. Яғни мен тәжірибемде ол болды деп айту үшін біз present perfect жағын қолданамыз. Time маркерлер олар бізде ever сұраулы сөйлемде ғана қолданылады. Never болымсыз сөйлемде қолданылады. Already бізде сұраулы және хабарлы сөйлемде қолданылады. Yet әлі деп аударылып, біз оны тек қана сұраулы сөйлемде қолданамыз және сөйлемнің соңғы бөлігінде ең соңында тұрады. Так, сонымен бүгінгі тақырып аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп үміттенемін. Сонымен сау болыңыздар.